біздің қазақтың дәстүрі ұмытылып бара жатыр ғой. Бір үйге қонақ кірген кезінде қазір жастарымыз наннан ауыз ти дегенді ұмытып кетті. Ол бір қазақтың, қаймене қазақтың бір дәстүрі деп ойлайтын шығарсыз. Оның шариғаттағы орны үлкен. Ол кісі ақысына келіп тұр бұл. Өйткені үйіңізге келген қонақ Алланың алдында ақысын сұрауға құқы бар екен, ертең сұрайды екен. Мен пәленшенің үйіне барғанда мен шөлдеп келіп едім, маған су бермеді, маған нан бермеді деп үйіңізге келген қонақ ертең қиямет күні ақысын сұрауға жағдайы болады екен. Мен тоқпын, жай өтіп бара жатып соқтым десе де, сен нан татып кет, бір міне су, міне нан, ауыз ти деген нәрсе әлгі кісінің ақысын жабады екен. Сол бір ауыз нан татып болды, кетіп бара жатыр, мен рахмет десе, ертең қияметте сізге